Саламатсыздар ма сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар. Сабағымыз ұнаса лайк басуды, подписацияны басуды ұмытпаймыз. Қазақ тілі 3-ші сынып жақсы мен жаманды айыра білемін. Қаратпа сөз 19-ші сабақ. Бірінші кестедегі сөйлемдерді салыстыр. Олардың мазмұнына, тыныс белгілеріне назар аудар. Арайлым, сен кітапханаға бардың ба? Әже, ертегі айтып беріңізші. Дүкеннен керек заттарды алуды ұмытпа қызым. Бұл сөйлемдер өзіне назар аударту үшін айтылып тұрған сөздер бар. Олар арайлым, әже, қызым және көтеріңкі дауыспен, екпінмен айтылып тұр. Екінші, арайлым кітапханаға барды. Әжем ертегі айтты. Қызым дүкеннен керек заттарды алып келді. Бұл сөйлемдер тек қана хабарлы түрде жеткізіліп тұр. Ешқандай екпін, ешқандай назар аударту сөздері жоқ. Сөйлемдерді салыстыру барысында не байқадың? Екінші, мәтінді мұқият тыңда. Нұржан кішкентай ағаштың артық бұтақтарын қия бастады. Байқамай қабығымен қоса діңін кертіп тастады. Балам-ау, мұның не? Ағашты жарақаттадың ғой. Енді ол жылайтын болды. Нұржан қалт тұрып қалды. Қалайша ағашта жылай ма? Деді таңданып. Әрине, оның да жаны бар. Ол тіршілік иесі. Оны сезіне білуің керек, деді бағбан. Мәтін не туралы айтқан? Мәтінге ат қой. Мәтінге ат қоямыз. Мәтіннің аты тіршілік иесі. Мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлемді тауып оқы. Оған өз ойыңды білдір. Негізгі ойды білдіретін сөйлем: балам-ау, мұның не? Ағашты жарақаттадың ғой. Енді ол жылайтын болды. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құр және оны жаз. Мәтіндегі қарамен жазылған сөзге назар аудар. Бұл сөз не үшін қолданып тұр деп ойлайсың? Мәтіндегі қарамен жазылған сөз балам-ау. Яғни бұл сөз біреуді өзіне назар аударту үшін, қарату үшін қолданып тұр. Жоспар: Нұржанның әрекеті бірінші. Екінші, Нұржанның таңғалуы. Үшінші, бағбанның ақылы. Тілімізде біреудің назарын аудару үшін немесе біреуді қарату үшін қолданылатын сөздер болады. Ондай сөздерді қаратпа сөздер дейміз. Мысалы, Дана, сен хайуанаттар бағына барасың ба? Яғни бұл жерде қаратпа сөз Дана. Дана сөзі арқылы Дананы қаратып тұр. Үшінші, мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Қаратпа сөздерді тап. Шырағым Кәмәш, мына қара сақаудың баласы саған бүлдірген әкепті. Өзі бұрын есік ашпаған бала екен. Жақсылап көйлек тігіп кигіз. Иә балам, оқып жүрсің бе? Оқып жүрмін, Абай ата. Бұнда қаратпа сөздер қайсы? Бұнда қаратпа сөздер шырағым, Кәмәш, балам, Абай ата. Мәтінді көшіріп жазып, қаратпа сөздердің астын сызамыз. Қаратпа сөздің тыныс белгісіне назар аударамыз. Қаратпа сөз үтір арқылы ажыратылады. Марат, үйдесің бе? Иә, Марат, мен сені күтіп тұрмын. Көп кешікпе, Марат. Яғни Марат деген сөзі қаратпа сөз. Одан кейін үтір арқылы ажыратылады екен. Және қаратпа сөз сөйлемнің басында, ортасында, аяғында да кездеседі. Төртінші, орын ауысқан ашық хат бөліктерін қалпына келтір. Қымбатты әже, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Бұндағы қаратпа сөз қымбатты әже.
Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, комментарий жазуды, лайк басуды ұмытпаңыздар.